болса, Алла Тағала біреуге сондай бір Алланы сүйем десе, бір сондай бір жағдай берсе, үлкен қымбат көлік сатып алса, ол үлкен қымбат көліктің орнына ол жаңағы 4-5 көлік алып, намаз оқымай жүрген бір туған бауырларына, біреулеріне бүйтіп әперіп беріп, немесе соларды қажылыққа жіберіп, намаз оқытып қойған жақсырақ болар еді. Ал енді сол байлық, сол үшін берілмесе, не үшін берілді ол? Нені? Өзіңді сүйдім артық. Осындай нәрселер бар өмірде, құрметті жамағат. Ол білінбейді, бірақ күллі осындай ұсақ-түйек нәрселерге дейін өкіндіреді адамды қиямет күні. Шіркін-ай деген сөз көп болады қияметте. Әттеген-ай деген сөздерді Құранда көп келтіреді Алла Тағала қияметтегі адамдардың аузынан. Әттеген-ай деген сөздер мысалы. Сол әттеген-ай деген нәрселерге ұрынып қалмас үшін мына дүниемен байланысты дұрыстау керек. Соқтан олар дүниені сен сондашалықты пайдаландырдың, бұлар үгітті де, сені де, ақыретіңді де, жаңағы кітап, елшілеріңді, күллі нәрсені ұмыта салды дейді. Сүйді ғой, махаббат деген нәрсе қиын. Мысалы, адам бір нәрсені жаңағындай сүйіп үйрене берсен, ағзаның өзі күллісі соған бойсынып кетеді екен. Мысалы, ойын автоматында біреу ойнап жүрсе, ойын автомат ойнады, сосын қайтадан барды, болды, шыға алмай қалды. Ол үйінде отырса да қазір нені сатып жіберіп барсам екен. Көрін бе не билеп жатыр? Не билейді адамды? Егер Алла билемесе, дүниенің кез келген құралы билей алады екен бізді. Сосын ананы укол салып ем дейсің ба, анау қиын болады енді. Міне, қамап қоюдан басқа тәсіл қалмайды ананың. Үйге барып бір жерге байлап қоюдан басқа әбден жаңағы нәрседе. Осындай әлсізбіз біз. Сол әлсіз болғаннан кейін Алла Тағала мені сүй деп жатыр да, күллі нәрседен артық. Сонда қуатты боласың. Менен басқаны сүйетін болсаң, құрыдың деп жатыр да, болды. Осындай жағдайлар, құрметті жамағат. Дүниеде көп қызықтар. Сол қызықтардың барлығы көптеген адамдарға ақыретте де Алланы да ұмыттырып жіберген екен.